Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы Абай мұражайында. Бүгінгі сабақта жиі қолданылатын сөздер мен фразалардан құрастырылған шағын мәтіндегі негізгі ойды түсінесің. Берілген тірек сөздер негізінде сөйлейсің. Бірінші тапсырма. Оқы, қайтала. Абай мұражайы. Екінші тапсырма. Мәтінді түсініп оқы. Бұл Абай мұражайы. Абай қазақтың ұлы ақыны. Мұражайдың айналасы таза. Гүл мен ағаш көп. Абай мұражайы 2 қабатты. Мұражайда Абайдың шығармалары, кітаптары, суреттері, заттары бар. Мұражайда экспонат көп. Үшінші тапсырма. Суреттерді пайдаланып, сұраққа жауап бер. Бұл кімнің мұражайы? Оқушылар, ойланайық. Сұраққа қалай жауап бердік? Жауабын бірге тексерейік. Бұл кімнің мұражайы? Бұл Абай Құнанбайұлының мұражайы. Оқушылар, сендердің де жауаптарың осындай болды деген ойдамын. Төртінші тапсырма. Суреттерді пайдаланып, сөйлемдерді толықтыр. Оқушылар, іске сәт. Суреттерді пайдаланып, сөйлемдерді қалай толықтырдық? Бірге тексерейік. Мұражайда Абайдың кітаптары, шығармалары бар. Мұражайда Абайдың суреттері бар. Оқушылар, сендердің де толықтырған сөйлемдерің осындай болды деген ойдамын. Бесінші тапсырма. Абайдың кім екенін анықта. Дұрыс жауабын айт. Оқушылар, ойланайық. Абайдың кім екенін қалай анықтадық? Дұрыс жауабын бірге тексерейік. Абай ұлы ақын, ғұлама ойшыл, аудармашы, композитор. Оқушылар, сендердің де жауаптарың осындай болды деген ойдамын. Алтыншы тапсырма. Тиісті қосымшаларды жаз. Оқушылар, жұмыстарыңа сәттілік тілеймін. Тапсырманы қалай орындадық? Бірге тексерейік. Абай қазақтың ұлы ақыны. Мұражайдың айналасы таза. Мұражайда Абайдың шығармалары мен заттары бар. Оқушылар, сендердің де тапсырмаларың осындай болды деген ойдамын. Сонымен оқушылар, бүгінгі сабақтан не үйрендік? Жиі қолданылатын сөздер мен фразалардан құрастырылған шағын мәтіндегі негізгі ойды түсіндің. Берілген тірек сөздер негізінде сөйледің. Енді бүгінгі сабағымызға кері байланыс жасайық. Сендерге барлық тапсырма түсінікті болды деген ойдамын. Үйге тапсырма 101-ші беттегі 7-ші тапсырма. Сұрақтарға жауап бер. Оқушылар, сабақ аяқталды. Сау болыңдар.